Баршаға сәлем достар, бүгін сіздерге үй жағдайында қызыл ірімшік дайындап көрсететін боламын. Ол үшін ең алдымен қазанға сүтімізді құйып, қайнағаннан кейін айранды құйып, сүтімізді ірітіп аламыз. Сүтіміз ірігеннен кейін қақпағын жауып 3 сағатқа қалдырамыз. 3 сағаттан кейін бізде түсі осылай өзгере бастайды. Сол кезде қантымызды салып, тағы да баяу отқа 3-4 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің ірімшігіміз дайын. Осындай табаға дұршылақты қойып, соған ірімшікті сүземіз. Бетіне тарелка жауып, ауыр бір затпен бастырып, 3-4 сағатқа қалдырамыз. Немесе бір түнге қалдырсаңыздар да болады. Міне біздің қызыл ірімшігіміз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Сіздерге де міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын.